Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар, мен сіздермен бірге осындай кекс дайындайтын боламыз. Барлық құрамдар описанияда болады. Өте керемет болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керектілері ұн, қант, қамырға арналған қопсытқыш, сүт, жұмыртқа, күнбағыс майы және де осындай ыдыс, миксер, балық қасық және де үлкен қасық. Ең алдымен біз осы ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Мен 4 жұмыртқа алдым, себебі менің жұмыртқам кішкентай. Егер де сіздерде үлкен жұмыртқа болса, онда 2 жұмыртқа жарайды. Енді осының барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Осы жұмыртқамыздың үстіне қантымызды осылайынан аз-аздан сеуіп отырып миксердің жоғарғы жылдамдығына дейін араластырамыз. Одан кейін күнбағыс майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін сүтімізді құямыз. Енді қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды қантымыз сияқты аз-аздан салып отырып миксердің кішкентай жылдамдығынан жоғарғы жылдамдығына дейін көтеріп араластырамыз. Мінекей достар, бізде осындай масса шығу керек. Егер де сіздерде мен сияқты массаның бетінде көпіршіктер болса, онда біздің қамырымыз жақсы миксермен араластырылған деген сөз. Енді осылардың барлығын қазір біз кексті дайындайтын ұяшықтарға құятын боламыз. Егер де сіздерде осындай ұяшық болса, онда біз кексімізді әзірлейміз. Менде бұл ұяшықтар, яғни осындай резинкалар 12 штук. Енді біз осыларды жақсылап күнбағыс майымен майлап шығамыз. Енді кекстарымызды осылайынан біздің ұяшықтарымызға құйып шығамыз. Осы кексті 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, менде осындай кекс шықты. Өте дәмді болып шығады. Бетіне декорменен әсемдесеңіздер болады, яғни крем жағып, ол кезде дәмі күшті болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлық рецептілер описанияда болады. Егер де видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.